Жігіттердің шеберлігі өте керемет, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ойын өте тартысты өтіп жатыр. Қызықтың бәрі алда. Сізбен бірге болыңыздар. Құрметті ұлттық спорт жанашырлары, бүгін көкпардан ересектер арасындағы республикалық чемпионаттың ақтық ойындары 16 бірдей команданың ішінен 4-еуі суырылып шықты. Яғни бүгін 3-ші орынға және де чемпиондық атаққа талас жүргізетін болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Барлық тартысты, барлық қызықты осы жерде сіздерге көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. Себебі ел біздің сөзімізге қарап мені қашанда болмасын жігерлендіріп отыратындығымыз қараңыздаршы міне қаптау тұста қаққанға қарамастан міне әбден мейрамбек шабандыр жердегі жатқан серкені көтеріп алып міне тақымға басқанды көрдіңіздер. Дәл қазір мінекей Қостанай облысы мен Түркістан облысының жігіттері 3-ші орынға таласты өткізіп жатыр. Ойынның басталғанына енді бір 5 минуттың шамасы ғана болды. Есеп 1-1. Жігіттердің шеберлігі өте керемет, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ойын өте тартысты өтіп жатыр. Қызықтың бәрі алда. Бізбен бірге болыңыздар. Намыс күлен қатты көзгенде мені Абылай Ал Абылай, ойынды көрдік, өте тамаша. Бұл енді 3-ші орын деген оңай емес. 3-тің өзі күштеп жатады. Түркістан облысын білеміз, талай жылдан бері 8 мәрте чемпион болдыңыздар ғой дейме осы жалпы чемпионатта? 7 рет. 7 мәрте, иә? 7 рет чемпион болдық, ел чемпионатында. Бүгін Қызылордада чемпионатта жартылай финалда Әулиеатадан есеміз жіберіп қойдық. Астықпасы 3-ші орынға Қостанай облысымен шығып, соны 6-7 есебімен жеңіп, 3-ші орынға Қанжығарға байландық. Тамаша. Енді сіздің алаңда позицияңыз қандай? Мендігі шабуылшы. Салым салдық па? Я бүгінгі ойында 4 салым салдым. Мәс саған. Бүгінгі ойында 4 салымды өзіңіз әкелдіңіз. Жекпе-жек Қырғызстан Республикасынан келген ат. Жекпе-жектен алып 4 салым салдым. Мен жекпе-жекке шығам. Жаңа шабуылшы 2 позицияда жұмыс істеймін. Бұйырған болды, 3-ші орын алдық. Енді қарап тұрмын, жаңа мына аттардың езуі жыртылады екен. Жігіттердің аз-маз жарақат алады екен. Бас жарылысы бөрік ішінде дейді. Кішкене абайлап ойнау керек шығар сонда да, иә? Көкпарда енді. Қорққан адам бұл жақта келмейді деп ойлаймын. Жүректілікті, табандылықты талап ететін спорт қой. Ең қауіпті ойын былай қарап тұрсаң. Әртүрлі жағдай болады. Құлайтын жағдай болады, бірақ соған қарамай облыстың намысынан келген соның намысын жыртуға келесің ғой. Қолдан келгенше барынша. Аттарды енді командаға алдын ала дайындап келеміз ғой. Тоқтайтын ат болады. Кейде денесі қызғаннан кейін тоқтамай кетеді. Сондай кезде ауыздықпен алысып жаңағыдай барынша жеңуге ұмтыламыз ғой. Алаңда қарсыласпыз. Ойына алаңнан кейін жаңа доспыз ғой. Бәріміз осы бір сборныйдың составтарының балдары бар ішінде. Өзіміздің ауданның балдары бар, оңтүстіктің. Бәрін танимыз ғой. Ойыннан кейін жаңа қызығын айтасың, болған жерлерді сәттерді айтасың. Солысымен қызық болып. Ойын өте керемет деңгейде жақсы өтті. Төрешілер бәрі әдемі. Түркістанның жаңағыдай не дейді ғой? Жетістіктері көп бізге қарағанда. Біз енді құрылған Қостанай федерациясы 2 жыл болды құрылғанына. 2 жылдан бері Аллаға шүкір результат бар. Былтырғы чемпионатта 2-ші орын алғанбыз, осы чемпионатта осы 4-ші орынға иелендік. Одан алдын Башқұртстан еліне барып, Башқұрт аттарының жеңімпазы болдық. Фестивальда 3-ші орын алғанбыз былтырғы Астанада өткен. Аллаға шүкір, жайлап. Қолымызды өлшеп көрсетейікші мына. Көкпаршының қолымен
журналистің қолы қалай? Алшы жақыннан. Міне, көріп тұрсыздар, көкпаршының қолы мен журналистің қолы. Қанша жыл болды дайындалғаныңызға? Өзіміз ес білгелі осы ат үстінде кішігірім. Әкеміз ат ұстаған, атамыз ат ұстаған ат үстінде өсіп келіп, осылай көкпарға ұласып кеткен арғы. Қызығушылықтың арқасында. Ал енді көкпаршылар бойы қанша болу керек жалпы? Қанша салмақ болу керек? Енді дайындық керек қой, 60 килограмм серкені көтеру оңай емес. Енді адамның қызығушылығы болса, салмақ бар, басқасы бар, бойы бар, ол еш нәрсені шешпейді. Бойы кішкентайлар да бар, бойы үлкендер де бар. Не бір үлкен жігіттер көкпарша болмай жүр, не бір кішкентай жігіттер осы қызығушылығының арқасында мықты көкпарша болып жүр. Бұл жерде бастысы жүрек, намыс. Иә, намысқа, жүрекке қызығушылық, азарт болса, оны ешкім тоқтата алмайды. Енді білесіз ғой, енді қазақ айтады, жұтқан жұтамайды дейді. Иә. Көкпаршылар көп ет жеу керек па көкпаршыға? Енді бәрі режиммен ғой. Спорттық режиммен барлығымыз әрі қалай. Ет жеген дұрыс қой, әрбір қазақ ет жейді ғой. Мынау артымызда қаз-қатар тізіліп тұрған жігіттер дәл қазір финалдық бәсекеде өнер көрсететін болады. Жамбылдық Әулие Ата командасы мен Алматы облысының жігіттері өте тартысты бәсеке күтеміз. Дегенмен осы 16 команданың ішінен суырылып финалға шыққан жігіттер дәл қазір енді спортшыларды таныстырып жатыр. Баршамыз осы байрақты бәсекені асыға күтіп тұрмыз. Мәреге қарай жақындаған тұста жамбылдық ойыншылар жан-жағынан келіп мені қаумалап қаққанға қарамастан елдар шабандоз мәресіне қарай бара жатқанды көрдіңіздер. Мәренің үстіндегі қарбалысы мәреге қарай шабуылға шығып бара жатқан Құрманбек Шабандоз. Аласың. Жоқ, ауысамай атыр ғой. Қай командаға жанкүйерлік етіп отырсыз? Енді екі командаға да ғой былай. Қайсысына айғайлап отырсыз, қайсысына? Әулие Ата ғой өзіміздің. Әулие Ата. Аха, Жамбыл облысынан келіп осы. Сіз Жамбылдан келіп жанкүйерлік етіп отырсыз? Аха, Жамбылдан келіп. Осы Әулие Атаға. Алла амандығын берсе енді кішкене болса да очкомен отып отыр ғой біздің Әулие Ата Құда қаласа. Сонда Жамбылдағы жұмысты тастап осы көкпарды көруге келіп отырсыз арнайы? Көкпарды осы Әулие Атаның жігіттеріне осылар жеңіс тұғырына жетсін деп осы жерде ағаларымыз бар, інілеріміз бар. Сол бәріміз келіп осы жерде отырмыз. Көңілден шығып жатыр ма? Үміт сақтап отыр ғой. Үміт сақтап отыр ғой. Үміт сақтап отыр, Аллаға шүкір. Керемет ойын болып жатыр. Қазіргі таңда Әулие Ата Тараздың Әулие Ата командасымен Алматы облысы ойнап жатыр. Қай командаға жанкүйерлік етіп отырсыз? Жалпы екі командаға да жеңіс тілейміз. Құдай қаласа бұйырған команда алады. Жігіттердің дайындығы, шабысы қалай аттардың? Керемет тартысты ойын болып жатыр. Терезесі тең, екі командаға да аттары мықты, палуандар да. Ұлттық ойынымызды дамыту керек, ұлықтау керек. Көп деңгейде осыған енді жалпы қызығушылық жастарда да көп негізі. Соны әрі қарай дамытуымыз керек. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Жеңіс құтты болсын. Иә, чемпион болып отырсыздар. Бізге бір ауыз сұхбат беріп жіберсеңіздер. Аттан түсесіз ба? Аттың деймі, иә? Енді тығып қапты. Финалдан кейін ғой. Мәссаған. Аттың аты қалай? Кәмпит. Аттың есімі Кәмпит. Неге Кәмпит? Өзі сонда қара әдемі тәт-тәт қой. Ал, Езеке, жеңіс құтты болсын. Алдымен қолыңызды алып қойын. Оңай емес, 16 команданың ішінен чемпион атанып жатсыздар. Жалпы қалай болды ойын? Өте тартысты өткен сияқты. Я, ойын Алматы облысының командасы өте керемет дайындалып келген. Мықты аттармен жасақталған, балалар да мықты. Ұлттық құраманың негізгі мүшелері де сол жерде бар. Қарап отырсам, Әулие Ата мен осы Алматы облысы ең бір фавориттер болған сияқты осы ойында. Енді жеңген команда финалға шығып тұр ғой, соны өзі айтып тұр ғой, бізге де оңай түскен жоқ. Жартылай финалда Түркістан облысы Азулы
Солармен ойнадық. Солармен ойнағанда да кішкене аттарымыз Шаршап қалды. Олар да енді Қостанай жеңіп финалға шықты. Оларға да оңай түскен жоқ. Қай-қайсысына болса да оңай түскен жоқ. Көкпар ойнап жүрген кезде ол үйде жаттығу барысында дайындалады ғой бұның барлығы. Алаңда тек қана соны істейміз. Кім қай әр ойыншы өзінің ойынын оңға білсе болды ғой. Ойын өзі жүре береді да. Ол қатты бір-біріңе айқайлап, не көрсетудің қажеті жоқ. Бәрінің өз жұмысын істеп кете береді. Мына ойын үстінде бір қызуғандылықпен ерегісіп қалатын кездер бола ма? Енді атқа мінгеннен кейін бәрі арқаланады ғой. Сол ойын үстінде айдап қоятын кездер болады. Бірақ ер шегіспей бекіспейді. Иә, шегіспей бекіспейді. Сол жерде алаңда қайтадан қол алысып, алаңда болған нәрсе алаңда қалады ғой. Ішіне жаға жыртысып, ондай нәрселер болмайды енді. Иә, тату болу керек. Бар команда ойнап жүрген балдар ғой. Бірінші рет көріп тұрған жоқпыз бәріміз. Көкпардан кейін де араласатын балдар. Семейін араласады. Өзіңіз бірінші нөмір тапсыз. Неге бірінші нөмірді алдыңыз? Өзіңіз таңдап алдыңыз ба, жоқ әлде? Жоқ, таңдап алған жоқпын. 2017 жылы Нұрдәулет Момынов ағамыз әулет командасының директоры. Өз кәсіпқой спортта мансабын аяқтаған. Бірінші нөмір сол кісі келді, сол уақытқа дейін. Сол кісі өзі команданың балдары шешіп, сол кісіден кейін маған бірінші нөмірді беріп, капитан ретінде. Енді Безеке, мынау жалпы футболда бір нөмірлер болады, 10-ші нөмірді үздіктерге, 7-ші нөмірді үздіктерге деген сияқты. Ал көкпарда бар ма сондай бір қасиетті сандар? Енді 7 бар, мысалы, жақсы көретін. Одан кейін жаңағы біздің Құрманбектің өзі киіп келатқан номері 12-ші нөмір. Иә. Ең соңынан шығады, өзі 12-ші нөмір. Бір жұлдыз нөмірлердің бірі. Иә, жұлдыз нөмірдің бірі 12 деп айтсақ болады. Тұрақты алып, соған бекітілген нөмір. Ол басқа ешкім кимейді. Құрманбек алаңға шығатын кезде де, басқа кезде де. Кейін Құрманбектің орнын басатын, кейін енді Құрманбек қойып, бәріміз енді алаңда өмір бақи жүрмейміз ғой. Иә. Беріледі ғой. Кейінірек. Оның орнына да бір жұлдызды ойыншы киетін шығар, құдай қаласа. Тамаша. Мынау атыңыздың кәмпит дедіңіз. Кәмпит неге кәмпит? Енді өзі қара, тәтті, сүйкімді ат. Сосын кәмпит деп қойдыңыз ба? Кәмпит деп қойғанбыз. Бірақ мінезі кәмпит емес? Мінезі кәмпит емес енді. Иә. Осыған тұр. Екінші орын құтты болсын енді. Оңай емес, 16 команданың ішінен. Қалай өтті ойын? Ойын жақсы өтті. Дайындалғанның арқасы ғой. Кім дайындық көп жасайды, еңбек етеді, сол жеңіске жетеді ғой. Енді кішкене көңіл күйіңіз түсіп тұрған сияқты? Жоқ, спорт қой, спортта. Шаршап тұрмыз бірде? Шаршап. Енді 10 күн бойы тартысу оңай емес, иә? Енді қалай жалпы чемпионаттың деңгейі қалай? Неше жылдан бері шауып жүрсіз көкпар? Мен 2008-ден Алматы облысына 2016-ға дейін шаптым. Одан кейін Маңғыстауда, Атырауда командаларына шауып келдім. Биыл Алматы облысына қайтып келіп, бұйырса чемпион боламыз деп келді. Енді әр өз қалауымен ғой, кім еңбек етеді, сол жеңіске жетеді ғой. Көп еңбек ету керек та. Бетіңіз жарақаттап отырсыз. Майда шиді ғой. Майда шиді? Көкпар деген бұл өте мықты ойын ғой. Бұл жерде жақсылар жиналады. Ағаларымыз бар, не деген ақын ағаларымыз бар. Барлығы осы махаббат қой, атқа деген махаббат әкеледі ғой. Бұл көкпардікіндей махаббат жоқ ғой. Футбол, күрес, енді о жағын білмеймін. Біз махаббат ерекше көкпарға деген. Көкпар дегенде тірлігіміздің барлығын тастап кете береміз. Ал дегенде өзіміз қай салада жеке бір іспен шаруамен айналысамыз ба, кәсіппен? Жеке кәсіп ауыл шаруашылығы ғой, біз ауыл болғаннан кейін мал ұстаймыз. Мал ұстаймыз, осы аттың арқасы ғой. Біз көкпардың аттың арқасында біз шапқылап жүріп жатыр елдің арасында. Жаңа қарап тұрсам, жекпе-жекте аттар спортшы сияқты бір-бірімен теке тіресіп, олар да бір адам сияқты түсінетін сияқты осы ойынның мән мағынасын аттар. Ат деген өте керемет жануар ғой негізі. Адамның ақылды бұл. Қалай үйретесің, солай үйренеді да бұл. Жекпе-жектің аттарын арнайы өзінің тренировкасын істеп дайындап үйретеміз. Бұлардың да бір көңіл күйі болмайтын кездер болатын шығар? Әрине онсыз болмайды. Бұлар бала сияқты ғой ат деген. Қарайсың, өзің атыңды өзің жемдеп, шөптеп, дайындап шығасың ойынға. Настроен қоясың бір сетіне. Кейбір кезде сырласасың бұмен де барып. Ей, атым деп. Атпен әңгіме. Атпен әңгіме жүреді. Аттың тілін түсінеді. Аттың тілін түсінбесең ол болмайды ғой. Біздің қаруымыз қат. Ойындағы досымыз. Қолыңызда қамшы ұстап тұр екенсіз. Көкпарда қамшының рөлі қандай? Қамшы енді атқа кішкене көмек береді.
аттар намысқа жанып жібересіздер. иә намыстанып осыны тістеп тұрып шабасың көкпарымыз қалмасын деп жерде әшейін жүрген кезде жарақат алып жүре бересің атқа мінгенде барлығын ұмытасың ғой ауруыңды атқа деген махаббат бөлек қой Айтады, ат үстіндегі адам бір бөлек дейді, жерде тұрған адам бір бөлек дейді. Сол қаншалық рас? 100% рас Аттың үстіне шыққан адам арқаланып кетеді. арқалан деребесі қозып кетеді ғой атқа мінген қазақ онсыз болды Ал әке-шешеміз бар, иә? әке-шешеміз бар Енді әке-шешеміз қалай, анаңыз енді алаңдап отырмай ма? Көкпарда бір жердің сыры болады, құлаты болады деген. ана байқұс әр кезде уайымдап отырады ғой баласына тілеулес болып әке-шешеміз үйренген осы спортпен келе жатқаннан кейін ол кісілер де қызығады сол кісілердің Тақымын қысып отырады, тақымын қысып отырады әр кезде ақ батасын беріп отырады алғашында футболшы болғанмын әкем марқұм футболист болған футболшы болғансыз ба? Мәз саған. футболшы болғанмын 2007 жылы Сонда сіз футболмен тұрақты түрде айналысқансыз ба бұрын? иә ауылда айланыстық жаттығып кәдімгідей сосын маған Чемпионаттарға қатысып. ауыл аралық қой енді район аралық Әкеңіз кәсіби футболист болған ба? аха Қай командада ойнаған? қуатта ойнаған ғой таразда Футболисттің ұлы көкпаршы. көкпаршы болып кеттім мен маған ат жақын болды Ат жақын болды, иә? ат жақын болды Бірақ доп тепкеннен серке тартқан қиын ғой әлде қайда? жоқ маған қазір қиын емес екеуін де қатар алып жүргенім болады Арасында футбол ойнайсыз ба? енді оқу жаттығу жиында біз доп ойнаймыз ғой спорт залдар футбол ойнаймыз қыстың күні жаңағы басқа өңірлерге барғанда оқу жаттығу жинап барғанда доп ойнаймыз сол жерлерде ойнаймыз Ал қазір өзіңіз футбол қарайсыз ба? қараймын Қай командаға жанкүйерсіз? енді қазір Қазақстан ойнаса қараймын әйтпесе неге қараймын ғой ПСЖ-ға қараймын ПСЖ-ның жанкүйерісіз ба? болды Жақсы. Ал енді көкпарымыз да сондай бір әлемдік деңгейге көтерілсін дейміз. Сіздерге де осы ПСЖ-ның жанкүйеріндей жанкүйерлеріңіз болсын. Қолыңызды алып қойын. Тамаша. Бұл жағы қуантатыны бұл жылдан жылға кәсіби деңгейде дамып жатқаны. Шеберліктерінің дамып жатқаны. Яғни біздің спорт мамандарының деңгейі көтерілуде. Тағы да бір қуанатымыз биыл 2 команда қосылып отыр қатарға. Оның бірі Абай облысы жаңадан ашылған. Екіншісі әскерилер арасында команда. Жалпы біздің күткеніміздей болды. Бірақ деңгейі, жалпы чемпионаттың деңгейі өте жоғары.